Ассалаумағалейкум. Бүгін банка қою әдісін білетін боласыздар. Сол туралы бүгін толығымен айтатын боламыз. Қай ауруға қоюға болады және қай уақытта қоюға болмайды, қалай қою керек, барлығы туралы айтатын боламыз. Видео бастамастан бұрын біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Тағамнан уланғанда, иіс тигенде бұрынғылар көбіне халық емі арқылы сауыққан. Сол сияқты суық тигенде де қолданылатын халық емдері бар. Соның бірі оңға төңкеру. Ел ішінде мұны көбіне банка басу деп атайды. Ал оның қандай пайдасы бар? Денеге төңкерілетін шынының сыйымдылығы 30-70 мм болуға тиіс. Оның үшін жалынмен қыздырып төңкергенде тереген ауа теріні өзіне тартып сорады. Сол кезде денедегі қан тамырлар кеңейеді. Оңға төңкерілген жерге қан жиналады. Соның әсерімен тереңде жатқан тіндердің қан және лимфа айналымы жақсарады. Қабыну ошақтары басылады. Бірақ пайдалы екенде банканы бет алдып пайдалана беруге де болмайды. Өкпеден қан кеткенде, туберкулезде, ісік, тері ауруларында, дене дел-сәл болып сүйек сырқырап ауырғанда, бұл халық емін қолдану зиянды. Сол сияқты төске, жүрек тұсына, омырау мен омыртқа үстіне төңкеруге мүлдем болмайды. Шыныны омыртқа сайының оң жақ және сол жағындағы арқа жотаға терісі бөлінбеген жерлерге, көкірек сарайының алдыңғы оң жағына төңкеру керек. Бұл емді пайдалану үшін оңға төңкерілетін жерлерді жылы суға малынған шүберекпен сүртіп, тазартып алу керек. Одан кейін денеге жұқала вазелин жағады. Ішкі жағы шырақпен қыздырылған банка денеге тез және тегіс етіп төңкерілуге тиіс. Сонда банка ішіндегі ауа сирегендіктен теріге тығыз жабысады. 10-15 минутқа дейін науқастың үстіне жылы көрпемен жауып қойған дұрыс. Банкаларды алатын кезде теріні саусақпен жайлап басып, бір шетінен бастап босатады. Шыны түгел алынған соң сырқат денесіндегі жығылған вазелинді құрғақ матамен сүртіп, жарты сағат тағы да науқасты жылы орап жатқызып қояды. Банканы денеге жиі төңкеруге болмайды. Оны тек бір айда бір рет қатты суықтаған кезде араға бірнеше күн салып 2 рет қана пайдалануға болады. Ең бастысы, шыны сыйымдылығы мөлшерден артып кетпесін. Әйтпесе ол нәзік тамырларға зиян келтіреді. Тыныс алу жолдары мен кеңгірдектегі ішкі кілегей қабығында өкпеге салқын тигенде стенокардияда денеге қыша қойып қыздыру арқылы да емделуге болады. Ол үшін 40-45 градустағы жылы суға қыша қазығын малып, ыңғайланып жатқан науқастың терісіне басады. Сонда эфирлі қыша май теріні тітіргендіріп, тіннің қан тамырларын кеңейтеді. Соның нәтижесінде қыша қойған жерге қан жиналады. Ол ауруды жеңілдетеді. Қыша қойғанда науқас жамылғы жауып 15-10 минут жатады. Одан артық ұстау теріні күйдіріп жіберу мүмкін. Ал қышаны алып тастағанда жылы суға малынған орамалмен қыша басылған жерді сүртіп түйіршіктерін кетіреді. Қышаны тері ауруларында қызу 38 градустан жоғары көтерілгенде, ісік ауруларында өкпеден қан кеткенде, терінің сезімталдығы кенеттен төмендегенде немесе жойылғанда пайдалануға болмайды. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз сізге пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыз.